Қайырлы күн. Көптің сұранысы бойынша осы асықтың үлгісімен және тігілу барысымен бөліскім келіп тұр. Мына осындай керемет асық. Ол үшін мен сіздерге WhatsApp-тан осының үлгісін жіберемін. Мынандай А4 бумагаға шығарып аласыздар. Бұның ішінде 4 бұрышқа жазып қойғам 77-де 23 деп. Ол дегеніміз мынау ұзын бөлігі. Соны 77-де енін 23 қылып қиып алыңыздар. Бұған PDF форматымен жібермеймін, оның қажеті де жоқ деп ойлаймын. Тек мына үлгісі барса, ең маңыздысы осы. Осыны қиып алып, 2 дана қылып матаның үстіне қойып қиып аламыз. Міне, мен уақытты кетірмей уже қиып алып қойдым. 77-де 23 деп ұзын бөлігімізді қиып алдым. Енді тігу барысына көшеміз. Ол үшін мына бөліктің оң бетін бұлай беттестіріп, 1 сантиметр жоғары жағынан артықтау қылып, мына ұзын бөлігімізді 4 бұрышына қалдырамыз. Содан кейін инемен қыстырып алып, айналдыра тігіп шығамыз. Енді қимылдап кетпес үшін әр жерінен инелермен қыстырып алған дұрыс. Мына үлгіде берілген, мына белгіні міндетті түрде матаға да белгілеп қойып отыру керексіздер. Міне мен матада мына жерге бормен былайынан белгілеп кеткенмін. Осы жерге шейін айландыра инемен бірінші қыстырып аламыз. Міне былайынан өлшеп, мынау белгілеген центрына келген кезде осы матаныкін де біліп аламыз. Оны да бормен белгілеп қоямыз. Міне. Ол себебі мына бетінде де дәл осы жерді белгілеп, келесі асықтың мына шетіне келген кезде осы центрмен мына белгілеген жерді қыстыру үшін, мата жылжып қисық болып кетпес үшін. Міне, мына белгіден былай төмен түсеміз, туралап. Осы жерге белгі қойып кетеміз. Енді арға ине қыстырамыз. Соңына шейін келді, ине қыстырып қоямыз. Енді осы айландыра лапканы бойымен бір тігіс тігіп шығамыз. Мына бір бетін тігіп шықтық. Мына шетте 1-1 сантиметрден өзі артылып қалады матамыздан. Дәл осылай екінші бетінде тігіп шығамыз. Басынан бастап 1 сантиметрді бас жағына қалдырып матаның инемен қыстырып шығамыз. Немесе бірдесін осылай айландыра тіген десеңіздер болады. Мына жердегі центрін белгілеп қойғаннан, мына матамыздың центріне әкеп, ең бірінші соны инемен қыстырып аламыз. Содан кейін айландыра тіге берсек болады. Мына барын айналдыра инемен тығып алсаңыздар түзу болады. Осылай ине қадап бір тігіс тігіп шығамыз. Мына айландыра тігіп шықтық. Енді осының бұрылыстарының барлығын осылай сәл кесіп тігіске сәл жеткіздірмей 1 мм кесіп шығамыз, себебі тартылып қалмас үшін. Енді біз баңалде бормен белгілеп кеткен тұғымыз мұның ортасын. Ол қазір біздің мына жеріміз. Осы жерді бұлай бүктеп алып, линейкамен өлшеп, мына жерді центрін тауып, центрден бұлай қарай 3 сантиметр белгілейміз. Мысалы, дәл осы тұрысында мынауымыз 22 сантиметр, ортасы 11 сантиметр. Осыдан 3 сантиметр төмен қарай мына жерден белгілеп қоямыз да. Мына жақтан жайлап қосамыз осыған. Осыны бір тігіспен тігіп шығамыз. Мына тігіп шықтық. Енді осы жерін қайшымен қиып тастаймыз. Енді мына басын былайынан бір-біріне беттестіріп, бұның да дәл ортасын тауып аламыз. Осы жерден төмен қарай 5 сантиметр түсеміз.
5 сантиметр мына жерде. Мына жақтан былайынан екі бетін қосып жібереміз. Осы жерді тігіп алып, мына жерде азғантай жерді қалдырамыз. Ішіне қалафайдер кіргізу үшін. Былай тігіс тігеміз. Міне тігіп алдық. Енді артық жерін қиып тастаймыз. Тесігінен оң қаратып аламыз. Міне оң қаратып алдық. Енді екі бетінден бір тігіс, мына тігістерінің үстінен лапкаң бойымен былай тігіс шығамыз. Ол дегеніміз мына тігіс сияқты. Айландыра тігіс тігіп шығамыз. Екі бетінен де. Қыздар, міне айландыра тігіп шықтық. Өзінің формасын әдемі ұстап тұр. Енді мына тесігінен қалафайдер салып шығамыз ішіне. Мына қыздар, іште қалафайдер салып болды. Енді мына жерді тігісті білдіртпей инешпен тігіп жерсеңіздер де болады, немесе бірден осылай қойып, тігін машинаның астына қойып, жайлап бір тігісті сырттан тігіп шығамыз. Сол кезде формасы мынандай болып әдемі болып шығады. Қазір мен сырттан бірден машинкаға қойып, былайынан беттестіріп, бір тігіс тігіп шығамын. Міне бір тігіс тігіп алдық. Енді шик болатын бетіне осындай бір дөңгелекті жапсырып қойғым келіп тұр. Шик екенін білу үшін. Одан кейін алшы тұратын бетін, алшы болатын болса, былайынан беру керек. Бұны жапсырып істесеңіздер де болады, жапсырмасаңыздар да болады. Өз қалауларыңызбен. Ана біреу салып тұр. Алшы бетіне осылай жапсырып қойғым келіп тұр. Міне асығымыз дайын. Құдайға шүкір. Шик, көк, алшы, талқан. Тамаша, сіздердің де асықтарыңыз алшысынан тұрсын. Жолдарыңыз болсын, сәттілік тілеймін. Келе жатқан Наурыз мерекесі құтты болсын.